кішкене трейсинг видеосын түсіргім келіп отыр. Шын айтсам, білмедім басында қандай видео түсірерімді ойлағанмын. Мүмкін жалпы қайда жоғалып кеткенім туралы видео түсірсем, әңгіме ретінде балталқа қылып, бірақ сосын ойладым, жалпы ол ешкімге қызық болмайтын сияқты. Өйткені мен видео түсірмеген өзінің себептері бар. Бірақ ол енді менің өзімнің жеке өмірім, оның ASMR-ға ешқандай қатысы болмағандықтан ойладым да, ол ешкімге қызық болмайды. Сол лучше осындай трейсинг видео түсірсем, өйткені алдыңғы видеода осындай ұсыныстар болған. Кішкене былай трейсинг жазған кейбір кісілер осындай видео түсіріңізші деп, тек қана трейсинг. Жалпы трейсинг деген ол осылай букваларды саусақпен осылай жазған сияқты. Жалпы осылай түсіріп көрейік онда. Мен мына жерде пакеттер дайындап қойдым, мынандай қағаз пакеттері және кішкене заттар. Ал бастаймыз онда. Мен шашымды қиып тастадым, байқаған шығарсыздар осы жақында. Себебі шашым енді өте қатты түсті. Осы босанғаннан кейін осындай болды. Страшно түседі шашым деген. Қазір қырқасын вроде енді ондай көп түспейтін сияқты. Чай, кофе. Чай, кофе.
жақта да біраз подписчиктер жиналды. Бір 2700-ау деймін осы соңғы қарағанымда. Және мен бір видео шығарғанмын сол тиктокқа, өте қысқа 15 секунд, жай қалжың ретінде атын ең жылдам ұйықтату техникасы деп қойғанмын да, былайынан ұйықта деп атып камераны былай ұрамда, но на самом деле камерамен мен как будто сіздерді былай ұрып жатқан сияқты, солай тез ұйықтатып жатқан сияқты ұрып та. Енді білмеймін, кімде-кім түсінген шығар, мүмкін түсінбеген де бар. Бірақ сол видеомен таңқалғаным сондай көп просмотр жинады және сондай көп комментарийлер. Просмотры бір 500 мыңнан аса просмотр, онда менде бірінші рет. Және комментарийлер де көп, бірақ комментарийлер мен басында оқитынмын барлығын. Көбінесе ондай хейт, ондай ютубтағыдай комментарийлер емес. Мен ютубта бірде-бір менде хейт жоқ қой, тьфу-тьфу. Бірақ менің ютубтағы жаңағы подписчиктарым ең жақсы, ең алтын осы. Тек қана жақсы комментарийлер. Ал тиктоктағы комментарийлер енді мен түсінемін, мүмкін ол ASMR-ді түсінбейтін адамдар бар шығар олардың ішінде. Жай ғана әзілдеген комментарийлер, бірақ енді андай хейт, бұғауыз сөздермен жазатындар сондай көп. Енді мен басында оқып, содан кейін шын айтсам уже шаршадым. Барлығы мал, сен мынадайсың, сен ауырсың ба, сен шынсың ба, қойшы дедім да, қазір енді оқымайтын болдым комментарийлерді. Бірақ арасында енді бар шығар, бар жалпы жақсы да комментарийлер. Бірақ енді тикток солай ондай қатты ұнамады маған, шын айтсам тикток. Оған видео көп салғым келмейді, бірақ маған тикток жалпы менің ютуб арнамды шамалы жарнама қылу үшін керек болып отыр да. Сондықтан да тиктоктан маған адамдар келсе ютуб каналыма, мен қуанатын едім, өте жақсы болатын еді. А так жалпы мен тиктокта білмеймін, тиктокты жүргізем ба, жүргізбеймін ба. Супер. Бұл менің ютубтағы подписчиктерім, барлығы супер. Сіздердің Францияға барғыларыңыз келеді ме? Менің барғым келеді Францияға. Келесі. Так, соңғы пакет қалды. Мына жағы тұтылып қалған. Как всегда, қызымның қолы шығар. Ол жақсы көреді осындай пакеттерді алып, сумка қылып пакетпен ойнағанды. Мына жағын іздеп көрейін. J-I-V-E-N-C-H-Y Givenchy.
Продуктивная смесь для детей с минимальными расстройствами пищеварения с рождения. Протеин. Келесінадай сок. Қызым жақсы көреді осындай алма шырынды. Мына жағында қазақша NEKTAR нектар, SOLNECHN и кратки солнечный, көк алма, жақсартылған дәм, ұтымдырақ 2 стақанға дейді. Табиғи жемістер ГТА-сыз 3 жастан асқан балаларға ұсынылады. 3 жастан. Мен қызым енді 3-ке келеді. Осы ақпанның 24-ші Құдай қаласа. Ал ақпанның 7-сі сіздер білетін шығарсыздар, менің және менің анамның туған күні. Екеуміз бір күнде туылғанбыз деп айтайын деп едім, бірақ анам мені өзін туған күнінде туған ғой. Өзіне сыйлық қылып. Әзірше білмеймін туған күніме не істейтінімді. Жалпы видео жайлы да мүмкін арнайы бір видео түсірем ба, бірақ білмеймін. Қазір мүлдем ештеңе жоспарлағым келмейді, өйткені мен бірдеңе жоспарласам болды, барлығы басқаша шығады да. Мынадай салфетка. SELPAK селпак. Мына жерде бір экстра стронг. Жалпы осымен болды. Білмеймін, енді сіздерге ұнайды деген үміттемін. Мен осылай біраз бір видео түсірмей қалсам, қолым шығып кететін сияқты да, дұрыс түсіре алмайым ба, немесе маған солай көрінеді ма, білмеймін. Не болса да сіздерге ұнаса болды, главное, ең бастысы. Және де сіздердің ұсыныстарыңызды күтемін. Қандай видео қалайсыздар. Және де мүмкін жаңағы әңгіме видеоны түсірейін ба, немесе түсірмей-ақ қояйын ба. Неге жоғалып кеткенімді айтып, жалпы мен байқағаным, осы қаңтар айы всегда осындай бір қиын ба. Осы анау жылы да мен жоғалып кеткенмін, түсірмегенмін қаңтар, ақпан. Өйткені ол кезде мен осы жүкті болып, токсикоз болып жүрдім. Ал енді бұл жылы тоже қаңтар тым видео түсірген жоқпын, өйткені қайтып осындай өзінің себептері болды. Сондықтан білмеймін, қаңтар осындай қиынырақ. Енді жылдың басы мүмкін сондай қиын болатын шығар, білмеймін. Не болса да барлығы енді жақсы болсын. Сіздерге мен тілейтінім тек қана жақсылық.